ақын, ағартушы Сұлтан Махмұт Торайғыров 1893 жылы туылып, 1920 жылы қайтыс болған. Анасынан 3 жасында айырылып, 6 жасына дейін әжесінің қолында өскен. Сұлтан Махмұт Торайғыров «Құлағым бітелген жоқ». Құлағым бітелген жоқ, естиді ашық, түлкіден шешен сөзі кетті асып. Белгілі жарамсақтық жарапазан, қазаққа пайдалы істен мүлдем қашық. Қозғалса ел намысы судай тасып, шешеннің жақсы талмақ болды басып. Темірді қызғанда соқ деген қайда, бұл неге қалтырайды қаны қашып. Қалың ел оянғанда көзін ашып, азаттық теңдік үшін ұрандасып. Бас тартқан дер кезінде басшылықта, жігерсіз қайраты жоқ неткен жасық.